сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Окрошка дайындайтын боламыз. Алпыс грамм қияр, 70 грамм картошка, 50 грамм редиска, 70 грамм ет, 1 жұмыртқа, сарысын қаймаққа араластырамыз. 100 грамм қаймақ, татымына қарай қара бұрыш, тұз, 400 грамм таң қосамыз. Укроп, көкпияз жақсылап араластырамыз. Біздің бұл жасаған окрошкамыз 2 адамға ғана жетеді. 2 порция ғана. Егер көптеу қылып жасайын десеңіздер, осы граммдарды көбейтіп жасасаңыздар болады. Осындай керемет окрошкамыз дайын болды. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.